Жаз кезі досым екеуміз демалуға көлге бардық. Жаңғыз емеспіз. Мен әйелімді алдым. Үйленгенімізге 1 жыл ғана болған. Баламыз жоқ әлі. Досым жүріп жүрген қызын алды. Көлікке мініп, дүкеннен тамақ алып, жолға шықтық. Досымның қызын бұрын көрмегем. Енді танысып, білісіп жатырмыз. Аты Гүлбаршын екен. Орысша сөйлейтін қыз. Сонымен көлге де жақындап қалдық. Бір уақытта Гүлбаршын, біз бәрін алып ішетін алмаппыз ғой деп, қазір көлге жақындағанда бір ауыл болады. Сонда дүкенге тоқтайық деп ақыл айтып қалды. Окей дедім. Сосын әлгі дүкенге жақындап кеп тоқтадым. Кірдік. Әйелім, мен вино ішем деді. Анау вино не болады, ақтан алайық дейді. Байқаймын, ішуді жақсы көретін қыз секілді. Әйелім, жоқ, мен ақ ішпеймін деді. Ол онда коньяк алайық деп 2 бутылка коньяк алдық. Сосын ол 1 жарты ақ арақ алды. Ары кеттік. Көлге барып тамаққа тойып, суға түсіп мәз болдық. Коньяк іштік. Әйелім виноға ғана ішіп үйренген қыз. Коньякқа әрең үйренді. Ана қыз қылқылдатады екен. Біраздан соң күн батып жаттық. Әйелім екеуміз машинеде, досым қызымен палаткада. Палатка машинеге тақап тұр. Біраздан соң аналар итерісе бастады. Машинаның терезесін сәл ашып қойғам. Әйтпесе қапырық ауа жоқ. Аналардың ыңқыл-сыңқылы естіліп тұр. Бітіретін шығар деп әйелім екеуміз жатырмыз. Қайдан болсын, қайта өршелене түсті. Ыңырсып жатыр. Итеріскенде алдына жан салмайтын біреу екен әлгі қыз. Біраздан соң әйелім қоза бастады. Мас қой қайткенмен. Қолымен мүшемді ұстап бап, уқалап жатыр. Бір қолы бұтының ортасына еткен. Күнтемесін жыбырлатып жатыр. 2 аяғын қысып алған. Менікі де қақиып тұрып кетті. Ол біраздан соң төмен түсіп, менікін аузына алып сора бастады. Мен жатырмын. Жарты сағаттай ойнады мүшеммен. Тілімен жарап, сорып, тістелеп, тәуір ақ қоздырды. Аналардың ақ өктері тіпті шабытын оятып жібергендей. Бір кезде қолымда алып, күнтемесін ұстасам, шоқылдап жатыр. Су. Смазкасы бұтынан ағып жатыр. Жылт-жылт етіп анық көрінеді. Әйелім бір кезде шыдай алмай тықшы деді. Тығып алшы, шыдай алмаймын деп қояды. Үстіме шық дедім. Ол лезде үстіме шықты да, трусиін бір жақ шетке жиып отыра қалды. Суы сорғалап тұрған күнтемеге қақиған мүшем бірден сүңгіп кетті. Ып-ыстық күнтеме сезген мүше тіптен қатайып дүрсілдей бастады. Бағанадан әбден құшынып әрең жатқан қатыным, ал кеп секір, бәрін ұмытып кеткен. Машина секілдей бастады. Аналар да ана жақта тіңкілдесіп жатыр. Біраздан соң олар да естіп түсіне бастады біздегі жағдайды. Әйелімдікі жақындап қалғанын сездім. Белін қыса ұстап, қатты-қатты ұрғылап жатырмын астыңғы жағынан. Бір уақытта әйелімнің дауысы жиілеп, қатайып қатты бітіріп жіберді. Бітіргенде қатты дауысы шығып кетті. Сосын сылқ етіп құлап түсті. Үстімде жатыр, мүшем әлі күнтемесінде. Бірақ уақытта ана қыз терезеге жақындап, «Ну как вы? Я смотрю, вам тут тоже хорошо» деп қояды. Олар суға түсіп келді де қайта бастады итерісті. Қатыным талықсып жатыр. Менікі тағы тұрған. Тоңқайшы дедім. Ол тоңқайып жатты. Мен артқы жағынан тықтым да итере бастадым. Ана жақта досым да итеріп жатыр. Екеуміз де бір ырғаққа бастық. Біраздан соң менің әйелім де дауыс шығарып ыңқылдай бастады. Көп кешікпей тағы бітіріп жіберді. Мен ақырындап машинадан шықтым. Қарасам, досым қызын тоңқайтып қойып итеріп жатыр. Қасына жақындадым. Қарап тұрмын.
Ана қыз артқа бұрылды да, может, поменяйтесь, дейді. Досым шаршаған болу керек, мүшесін шығарып алды да, мә, енді сен айдашы, деді. Мен мүшемді тығып итеріп жатырмын. Досым жатыр талып. Анау жынды екен. Күнтемесі тарлау боп көрінді. Еле қысып тұрма белгісіз. Тез етіп мен де бітірдім. Машинаға барсам, әйелім ұйқыны беріп жатыр. Менің ана қызды итеріп келгенімді білмейді. Ұйықтап кетіппін. Оянсам, мүшемді сорып жатыр біреу. Қарасам, қатыным. Йоп, түнде ананың күнтемесінен шықты емес пе мүшем деп қоям іштей. Итерсіп кеп тұр ғой, қинамайын дедім де, үстіме шығарып алып, сілкілдеп жібердім. Бір жақсысы қатыным тез бітіргіш. Көп ұзамай ағызып жіберді кәдімгідей. Таң атып қалған, суға түсіп, тамақ іштік. Түк болмағандай отырмыз. Бір уақытта ана қыз маған жүріп қайтайық деп алып кетті тау жаққа. Тауға барған соң айтады. Сен үйленгенсің ғой, менімен неге итерістің? Әйеліңе бәрін айтып берейін ба, дейді. Жоқ, керек емес, дедім. Саған менің күнтемем ұнады ма? Я, дедім. Онда тағы да итерсек, деді. Әйтпесе әйеліңе бәрін айтып қоямын, деді. Сөйтті де бір тастардың арасына тоңқайып тұра қалды. Итеріп алдым. Жатырмыз. Білесің бе, барлығы әділ болу керек. Сен мені итердің, Мұрат сенің әйеліңді итеру керек, деді. Мен айттым, сен үйленбегенсің ғой, ол менің әйелім, дедім. Ол маған біз жақында үйленеміз, деді. Сөйтті де костер жағылды, дым шықты, кеттік, деді. Тұрып бара жатырмыз. Барсам, досым мен әйелім екеуі шашлыкты түйреп қойыпты. Бір айдан соң күйеуінің тойы болды. Жуырда мен досымның қатынын көрдім. Араласпай кеткенбіз, бір проблемалар болып. 5 жылдай. Сол маған айтады. Есіңде ма? Тауда болғанда итерісіп едік қой. Сол кезде Муркин сенің әйеліңді итерді. Мен сені әдейі сонда алып кеттім. Итеріп болғаннан кейін костер жақты. Бұл белгі еді. Ал сен ақымақсың. Ештеңе етпейді. Сен мені 2 рет, ол 1 рет деп тарқылдап мәз болды ана әйел.